Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Осы видеода мен сіздерге күшті информациялармен бөліспекшімін. Қолымда бір зат тұр. Бұл кітапша мұсылман қорғаны. Бірақ орысша, тілі ғана орысша, бірақ іші кәдімгі қазақша мұсылман қорғаны бар ғой. Тура сонымен бір дейді. Осының ішінен мен күшті информация тауып алдым. Бұл мынандай да, сіздер бәріңіз білетін де шығарсыз, немесе білмейтін де шығарсыз. Адам жаңа киім алған кезде айтылатын дұға деген бар. Представляете, орысшасын оқып берейін, қара. О Аллах, хвала тебе, ты одел меня в эту одежду, и я прошу тебе о ее благе и благе того, для чего она была изготовлена, и прибегаю к твоей защите от ее зла и зла того, для чего она была изготовлена, дейді. Қараңыздар, жаңа киім алған кезде, о Алла тағалам, осы жаңа киімді сен маған сыйладың, және де осы киімнің берекесін, жақсылығын бере көр, және де бұл киімнің жамандығынан, және де не жамандық үшін тігілсе, сол жамандықтардан өзіңе сыйынам деген. Не үшін киімнің жамандығынан сыйынып жатыр? Қалай ойлайсыздар? Бұл мысал ретінде көрсетейін. Сіздерге мынандай болады ма? Студенттер көп кездесетін шығар. Енді экзаменге барған кезде сол киімді кисе, сол киімнен үнемі жоғары балл жинайды да. Сол киімді 8-9 экзаменіне де киіп шыққан адамдар бар екен. Мен осы туралы тиктокқа салып едім. Қыздар маған көбісі жазып жатыр. Мен бір киіммен 8 экзаменіме кіріп шықтым, бәрінен жоғары балл алып шықтым дейді. Ол не үшін ондай деп ойлайсыздар? Өйткені жаңағы киімге тігіншінің энергиясы әсер етеді, және де сатушында энергиясы әсер етеді. Мысалы, тігінші ол киімді тігіп жатқан кезде жақсы ойда болса, тіпті дұға тілесе, осы киім берекелі болсыншы адамдарға, салқын кезде, жылы, ыстық кезде салқын болып тұрсыншы, өмірлеріне көп берекет алып келсінші деп тігінші дұға тілейтін болса, ана киім сатып алған адамға күшті әсерін беретін болады. Ол бар нәрсе. Неге? Өйткені әйел адамдар тамақ жасаған кезде де жақсы настроениемен сүре дұғалар оқып жасаса, тамағы пісіп болса дәмді болып кетеді ғой. Ал егер жаман настроениемен жасаса, 1000 түрлі ингредиент, 1000 түрлі приправа қосса да, ол тамақтың бір дәмі жоқ болады, ол сезіледі кәдімгі дейді. Сондықтан да әрбір жасап жатқан іске адамның энергиясы әсер етеді. Қолмен жасалатын істердің барлығына, тіпті аяқ киім тігіп жатса, тігіншінің энергиясы әсер етеді. Сондықтан жақсы ойлап, ол тігіп жатқан кезде дұға етіп, сөйтіп жасау керек та. Кез келген, мысалы, осындай жасайтын адамдарға, тіпті сататын адамдардың да энергиясы әсер етеді. Мысалы, осы киімді сатып құртайыншы деген емес, осы киім адамдарға күшті жақсылықтар алып келсе екен, денесінен жылы тұрса екен, өмірінде көп жақсылықтар келсе екен деп дұға ететін болса, ана киім машалла күшті болады. Енді қараңыздар, бүкіл енді тігіншілер мен сатушылар олай дұға ете бермейді ғой. Сондықтан да біз жаңа киімді көбінесе біз сатып аламыз, сатып алған кезде біз жаңағы дұғаны оқуымыз қажет. Мұсылман қорғанының ішіндегі жаңа киім алған кезде оқылатын дұға дегенді оқимыз. Оны тіпті Google-дан іздесеңіздер де болады. Соны оқисыздар да, одан кейін Аллаға дұға етіп кие бересіздер. Және де бұның ішіне тек қана жаңа киім емес, қалыңдау варианты екен да кітаптың. Қажылыққа барған кезде айтылатын дұғалар бар, шайтанға тас лақтырған кезде айтылатын дұғалар бар екен. Одан кейін барып, тіпті некеге тұрған кезде алғашқы түнде оқылатын дұғалар бар. Одан кейін пайғамбарлар Аллах тағалаға қалай дұға жасаған, сол туралы да кітапшаның соңғы беттерінде жазылып кеткен екен. Өте күшті негізі мұсылман қорғаны. Барлық дұға бар, тіпті салауаттың түрлері, одан кейін Алладан кешірім сұрау дұғалары, одан кейін тіпті многобожие дейді ғой. Бұрынғы заманда емес, қазірде де бар да. Бұрынғы заманда тасқа табынып кетсе, қазір заманда адам не нәрсеге ойы көп кетеді, сол нәрсеге табынып алды деген да. Мысалы, дүние болуы мүмкін, күйеу болуы мүмкін, жігіт болуы мүмкін, бала болуы мүмкін, әртүрлі, әркім болуы мүмкін да. Тіпті содан да сақтайтын дұға бар екен. Негізі алып алыңыздар. Кішкентай кітапша мен 1200 теңге алдым. Енді бұрындары арзандау еді, бірақ қазір доллар қымбаттауына байланысты бұл кітапта қымбаттаған екен. Тіпті қараңыздар, адамның жүрегінің аурулары деген дұғалар бар екен. Кітап 383 беттен тұрады екен. Және де орыс тілінде барлық дұғалар бар. Бұның қазақша варианттары да бар. Және де сіздерде сұрақ туындайды, мен білемін, қайдан алсақ болады деп.
Каспи магазинге жазып көріңіздер, мұсылман қорғаны, орысша крепость мусульманина. Екінші вариант инстаграмға жазыңыздар, мусульманские книги, исламские книги, қазақша болса діни кітаптар деп жазыңыздар. Сосын бар алдыңыздан шыққан адамдардың дайректеріне жазасыздар, осындай бар ма жоқ па деп. Сосын бар ол айтады, сөйтіп заказ берсеңіздер болады. Немесе гуглға жазсаңыздар, мұсылман қорғаны деп шығуы мүмкін, дұғалардың неше түрлері. Бірақ осындай кішкентай түрде алып алған жөн деп ойлаймын, өйткені алдағы уақытта бізде Рамазан келіп жатыр, Рамазан айы келе жатыр, соған дайындық ретінде көптеген дұғаларды оқиық, өйткені дұға жасау арқылы пендемен Аллах тағаланың арасы жақындай түседі. Сондықтан да үнемі дұғада жүрейік. Сіздерге видео пайдалы болды деген ниеттемін. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.